2005-2010 жылға дейін Қазақстан Республикасында тыйым салынған кейбір ұйымдар, оның ішінде жаңа Хизбут Тахрир діни саяси ұйымы тыйым салынған. Одан кейін таблиғи жамағаттар, олардың барлығы үй-үйге жүріп парақшалар, үнтаспалар тарататын болса, әзіргі уақытта өз қатарларына тарту үшін бұл деструктивті діни ағымдар интернет желісін өте тиімді пайдаланады. Деструктивті діни ағымдардың алдап арбау тәсілдерінің осы интернет желісінде көп белең алған басты бір себептері ол жерде бірінші кезекте жылдамдық. Бір жазылған теріс бағыттағы аудио-видео ролик 1 сағаттың ішінде миллиондаған көрермен оны көріп, жаңағыдай дін ұстанушы көріп, сол уағыз насихатқа олану қаупі өте жоғары. Сондықтан біздің бір бөлімнің бір бағыты осы интернет аумағындағы, интернет әлеміндегі жалпы деструктивті діни ағымдық бағыттағы аудио, видео және діни материалдарды жалпы тауып, оларды бұғаттауға септігін тигізу. Орыс тілінде оқимыз, және де берген оқулықтың ішінде арабша жазылған дәлел дәйектері болмаса, оның қабылдамайды. Неге? Өйткені жаңағы деструктивті діни ағым өкілдерінің көсемдерінің тарапынан айтылған уағыз насихат барысында бұл жазылған жаңағыдай әдебиеттерді оқымау туралы кеңес беріледі. Өзінің бастарына қойып алған сүзгілері бар, яғни фильтрі, сол сүзгіден өткен кітаптарды ғана оқиды негізі.